Асқар Наймантаев дүниеден озды. 2 желтоқсан күні танымал театр актерін мәңгілік сапарға аттандырды. Қайырлы күн достар. Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргіңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Асқар Наймантаев 1965 жылы 17 маусым күні Алматы облысы Нарынқол ауылында дүниеге келген. Актер тамаша ойын-сауық отау арқылы көпшілікке танымал. Республикамыздың эстрада өнерінің тарихында Асқар Наймантаев ашқан теріс қақпай, Аққу-Гәкку комедиялық театрларының орны ерекше. Асқар Наймантаевқа 2008 жылдың 8 желтоқсан күні Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Бірнеше пьеса, киносценарийлер, тележобалардың, аудармалардың авторы. 2020 жылы Алматы облысы Райымбек және Ұйғыр аудандарында Хан Тәңірі және Қара дала театрын ашты. Айта кетейік, осыдан бір апта бұрын актер өзі Instagram парақшасында ауруханадағы суретін жариялаған болатын.